Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы литосфералық катаклизмдер. Оқу мақсаты литосфералық катаклизмдердің түрлерін білу, олардың себеп салдарын таралуын түсіндіру. Негізгі ұғымдар: катаклизм, жер сілкінісі, гейзер, жанартау, цунами. Бұл бейнебаяннан не көріп тұрсыңдар? Қандай әсер алдыңдар? Сабағымызды бастамас бұрын мынандай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жер бетінде қандай апаттар болады? Жер бетіндегі басқа да проблемаларды аттандыр. Катаклизм жойқын апатты жағдай, табиғаттағы катастрофа. Литосфералық катаклизмдерге жер сілкінісі, жанартаудың атқылауы, цунами және де тағы да басқа апаттар жатады. Жер сілкінісі жер қойнауындағы ығысулар мен ыдыраулардың әсерінен туатын жер астының дүмпулері мен жер бетінің тербеліп қозғалуы. Жер сілкінісін сейсмология ғылымы зерттейді. Цунами, жапонша цунами, үдемелі толқын, мұхит түбіндегі жер сілкінуден пайда болатын сұрапыл толқын. Биіктігі ашық мұхитта 1 метрден аспайды, құрлықтағы тар шығанақтарда 50 метрге дейін барады. Толқынның таралуы жылдамдығы 400-800 км/сағатқа дейін жетеді. Жанартаулар конус және күмбез тәрізді геологиялық жолмен пайда болған таулар. Таудың шынында кесе немесе шұңғыма тәрізді кратер болады. Кратердің төменгі жағы бойлық канал арқылы көмейге жалғасады. Осы канал арқылы магма жер бетіне қарай көтеріледі. Жер бетіне төгілген магманы лава деп атайды. Жанартау кратері лавамен бірге жер бетіне үлкен мөлшерде күлді, әртүрлі құрамдағы газдарды және қатты заттарды шығарады. Жанартаулар сөнген және сөнбеген деп екі топқа бөлінеді. Көмейінен ұдайы шаң, тозан және магма атқылап тұрғанын сөнбеген жанартау дейміз. Егер жанартаудың атқылағаны туралы тарихи деректер кездеспесе, оны сөнген жанартаулар дейміз. Мысалы, Кавказдағы Эльбрус, Қазбек және тағы да басқалары. Гейзер. Ислам тілінен аударғанда лах ете қалу, оқтын-оқтын бу атқылап тұратын су көзі. Гейзерде алғашында ыстық буды сыртқа шығарса, артынан ыстық су атқылайды. Атқылап шыққан судың биіктігі гейзердің үлкендігіне байланысты. Камчаткадағы Великан гейзерінің биіктігі 50 метрге дейін жетеді. Гейзер суларын, оның парын және ыстық суларды, үй-жайды, жылыжайды, монша, тағы да басқа өндіріс орындарын жылыту үшін тұрмыста кеңінен қолданады. Сейсмикалық белдеулер. Жер сілкінісін зерттеу барысында оның пайда болуы мен таралуы жаңа тектоникалық құрылымдармен байланысты екендігі анықталды. Бұдан түсінгеніміз, жиі қайталанатын жер сілкіністері жаңадан құрылып жатқан жаңа тектоникалық аймақтарға сейсмикалық белдеулерге сәйкес екенділігі заңдылық. Жер сілкінісінің жиі болатын жерлері екі алып белдеулердің қатар орналасуына тән құбылыс. Бірінші сейсмикалық белдеу тынық мұхиттық белдеу. Бұл белдеу тынық мұхитты жартылай шеңбер күйінде қоршап жатыр. Шеңбер құрамына
Камчатка түбегі, Курил аралдары, Сахалин аралы, оңтүстік және солтүстік Американың жағалаулары кіреді. Қазіргі кездегі көптеген жер сілкінісі осы аймақтардың көлемінде болып жатыр. Бұл аймақтардың сілкініс ошағы өте төменде орналасқан. Екінші сейсмикалық белдеу жерорта теңіздік немесе альпілік деп аталады. Белдеу ендік бағытта батысында Португалия жағалауындағы Жасыл Мүйіс аралынан бастап шығысында Жаңа Гвинея аралына дейін 15 000 километрге созылған. Ал енді бүгінгі сабағымыздың бойынша мынандай тапсырмаларды орындап көрейік. Суретте апаттар түрлері берілген. Тақырыптық карталарды қолданып кестені толтырыңыз. Екінші тапсырма. Аймақтар бойынша катаклизмдер жиі байқалатын елдерді көрсет. Ал енді дұрыс жауабын көрейік. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін білім бекіту тапсырмасын орындайық. Апаттың адамдарға кері әсері туралы өз ойыңды келтір. Сабақтың рефлексиясын мадақтау сэндвич әдісі арқылы аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта не ұнады, не нәрсені жақсарту керек, маған ұнады, бірақ келесі жолы өз ойларыңды жазыңдар. Үй тапсырмасы. Қазақстан бойынша жер сілкінісі жиі кездесетін аймақтарды анықтаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.